Қайырлы күн баршаларыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін небәрі 30 минутта пісіп дайын болатын осындай ерекше фаршталған макарон яшықтарының жасалу жолымен бөлісемін. Ол үшін ең алдымен салмамызды дайындап аламыз. Ашып дайындап алған пиязымызды 4 бұрышты майда етіп турап аламыз. Салмамызға бізге пиязымыз бен фаршымыз қажет. Осылай пияздардың барлығын турап алдым. Енді кеңдеу ыдысымызды алып шұңғырлау салмамызды дайындап аламыз. Турап алған пиязымызды қосамыз. Пиязымыздың үстінен фаршымызды қосамыз. Дәміне қарай тұзымызды, қара бұршымызды қосамыз. Жақсылап салмамызды араластырып аламыз. Бір келкі болғанша осылай жақсылап араластырып алдым. Салмамыз дайын. Енді салмамызды бөлек қойып қойып, бізге макарон яшықтарымыз қажет. Түрлері өте көп, мен осы саланғани түрін пайдаландым. Макарон яшықтар дегеніміз осылай жан-жағының барлығында макарон ортасы ашық болады. Сол ашық жеріне дайындап алған салмамызды салып шығамыз. Осылай салмаларымызды салып шығамыз. Макарон яшығымыз осылай жан-жағының бәрінде макарон ортасы ашық болады. Ашық жеріне фаршымызды толтырып саламыз. Осылай макарондарымыздың барлығына салмамызды салып дайындап шықтым. Енді бөлек қойып қоямыз. Енді подливін жасау үшін бізге пиязымыз қажет. Мен 2 орташа пияз пайдаландым. Пиязымызды турап аламыз. Сәбізімізді теркамыздан өткізіп аламыз. 2 орташа сәбіз пайдаландым. Осылай дайындап алдық. Енді сковородкамызды отқа қоямыз. Үстінен сұйық майымызды құямыз. Майымыз сәл қызғасын, пиязымызды қосамыз. Пиязымызды араластыра қуырып алып, үстіне сәбізімізді қосамыз. Сәбізімізді қосып, екеуін біріктіре отырып жақсылап қуырып аламыз. Үстінен томатымызды қосамыз. Томатымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді үстінен дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Тұзымызды қосқасында жақсылап араластырып, суымызды құямыз. Жартылай су құйып, дайындап алған макарон яшықтарымызды салып шығамыз. Ортасын сәл ашып салыңыздар. Қазір макаронымыз үлкейеді. Осылай барлығын салып шықтым. Енді үстінен бетін жауып тұратындай макарондарымыздың суымызды құйып, бетін жауып, қайнатуға қойып қоямыз. Осылай тамағымыз пісіп шығады. Егер ұнатсаңыздар, сырды теркадан өткізіп қоссаңыздар болады. Тамағымыз пісті. Тарелкамызға салып, бетіне укропын сеуіп ұсынамыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған Таңжархан.